Сәлем достар, сіздер Қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге шынайы оқиғаға негізделген Джон атты фильмді назарларыңызға ұсынамын. Фильм тау маңындағы тас жолда бір әйел үлкен жүк көлігінің артынан келе жатқанымен басталады. Ол көліктің жол беруін талап етіп, қайта-қайта сигнал береді. Бірақ жүк көлігі оған мән бермейді. Әйел шыдамай, оны айналып өтпек болады. Алайда қарсы жақтан тағы бір жүк көлігі келе жатқанын байқайды. Қарсы келе жатқан көлік оның машинасына соғылып, жолдың ортасына қарай итеріп жібереді. Осы кезде Джон мен оның әйелі Денис төсекте теледидар қарап отыр. Кенет Джон сырттан дыбыс естіп, далаға жүгіріп шығады да, банктың қызметкері Денисдің көлігін алып кетіп жатқанын көреді. Джон төлемдерден қалып қойған екен. Джон қанша қарсыласса да, қызметкер көлікті алып кетеді. Таңғы ас кезінде ерлі зайыпты жағдайға байланысты ұрысып қалады. Джон банкпен сөйлескенін айтады, бірақ ол әңгіме 2 ай бұрын болған. Денис бір шара қолдануын сұрайды. Алайда Джонның зауыттағы жұмыс уақыты қысқарып кеткен. Ол қосымша жұмыс іздеп әлек. Кейін Джон ұлы Майкты мектепке апарып салады. Майк әкесіне қош бол дегенді айтпауды ескертеді. Өйткені ол сөз көңілсіз естіледі. Кейін кездесеміз дегенді ұнатады. Ұзақ жұмыс күнінен кейін Джон досы Джиммимен бірге ірі компанияға сұхбатқа барады. Джимми мұның бәрі жай көзбояушылық деп ойлайды. Өйткені мұндай жерлерде тек туыстары бар адамдар ғана жұмысқа тұрады. Менеджер Джонның түйіндемесіне қатты таңданады. Бірақ Джимми болжағандай, Джонды өте білікті деген себеппен қабылдамайды. Жексенбі күні отбасы Майктың бейсбол ойынына барады. Барлығы тамаша өтіп жатқанда, Майк кенет басы айналып есінен танып құлайды. Ата-анасы жүгіріп қасына барады, бірақ бала жауап бермейді. Ауруханада дәрігерлер бірден Майкқа тыныс алу маскасын тағып, демалуына көмектеседі. Денис уайымнан есіне танып қала жаздайды. Сондықтан медбике дәрігерлерге кедергі жасамау үшін ата-ананы құжат толтыруға алып кетеді. Кейін дәрігер Майктың қан қысымы тым төмен екенін, әрі қарай да төмендеп бара жатқанын, жүрек жеткіліксіздігі туындайтынын айтады. Ерлі зайыптыны кардиология бөлімінің жетекшісі доктор Тернер мен директор Ребеккамен кездесуге апарады. Тернер оларға рентген суретін көрсетіп, қалыпты баланың жүрегі мен Майктың жүрегін салыстырады. Майктың жүрегінде қалқаншаның ақауы бар. Соның салдарынан оның жүрегі қалыптан 3 есе үлкейген. Бұл қанның толық айдалмауына және өкпеге кері жиналуына әкеліп отыр. Мұндай сатыда түзету операциясын жасау мүмкін емес. Майкқа тек жүрек трансплантациясы қажет. Басқа жолы күн сайын дәрі-дәрмек беру. Бірақ бұл өмір сапасын нашарлатады және бала бір күні ұйқыдан тұрмай қалуы мүмкін. Ребекка трансплантация өте қауіпті екенін, Майк операция үстелінде жан тапсыруы мүмкін екенін түсіндіреді. Баланың өмірінде бірнеше апта ғана қалды, бәлкім бірнеше күн ғана. Сондықтан олар отбасының қоштасу үшін бұл уақытты бақытты етіп өткізуге тырысатынын айтады. Денис көз жасына ерік беріп жылағанда, Джон баласына міндетті түрде операция жасалуын талап етеді. Тернер Майкты донорлық тізімге енгізбек болады. Себебі оның қаны В тобы болғандықтан кезек басына шығуы мүмкін. Бірақ Ребекка алдымен төлем мәселесін талқылау керегін айтады. Джон сақтандыруы бар екенін еске салады. Алайда Ребекка оның полисін тексеріп қойған. Мұндай көлемдегі операция сақтандыруға кірмейді. Дениздің жұмысында да ешқандай жеңілдік жоқ. Ал олардың өз үйлері немесе басқа инвестициялары да жоқ. Демек, аурухана бұл жағдайды қолма-қол есеп айырысу ретінде қабылдайды. Ал трансплантация құны $250 000. Аурухана ережесі бойынша, науқастың аты тізімге енуі үшін алдын ала 30% төлем жасау керек. Ауруханадан шыққанда, ерлі зайыптыға басқа бір дәрігер жолығып, Майкты мемлекеттік клиникаға апармақ ойлары барын естиді. Ол жүрек трансплантациясы міндетті операцияға жатпайтынын, сондықтан мемлекеттік аурухана көмектесуге міндетті емес екенін түсіндіреді. Келесі күні зауытта Джон кадр бөлімінің бастығымен сөйлесіп, компания арзан, бірақ көп шектеуі бар жаңа сақтандыруға ауысқанын біледі. Джонның жұмыс уақыты қысқарғандықтан, ол жартылай жұмыс істейтін қызметкер саналады. Сондықтан толық қамтудан тыс қалады. Джон жағдайдың шұғылдығын түсіндіреді, бірақ басшы қолынан ештеңе келмейтінін айтады. Ол Джонға шағым түсіруге кеңес береді, бірақ оның қаралуы 7 жұмыс күнін алады. Көп құжат толтырып болған соң, Джон мен Денис балаларға арналған мемлекеттік қызметке барады. Алайда олардың сақтандыруы бар, екеуі де жұмыс істейді және әлеуметтік көмек алмайтындықтан, олар бұл көмекке жарамсыз деп танылады. Ерлі зайыпты кеңседен кеңсеге жүгіріп, шексіз қағаз толтырғанымен, әр жерде сіздер жеткілікті кедей емессіздер деген жауап қана алады. Ақыры Джонның шағымы мақұлданып, ол қуана Ребеккаға барады. Бірақ Ребекка шағымдар бұрынғы талаптар бойынша ғана қаралатынын, ал Джонның жағдайына
арыз рәсімдеу керегін түсіндіреді. Бұл құжатты қайта тапсыру қажет, ал ол 30 күнге дейін созылуы мүмкін. Кейін Джон мен Денис достарынан қарыз алып, өз заттарын сата бастайды. Көршілер олардың қатты қиналып жүргенін біліп, жағдайды пайдаланып, заттарын өте арзанға сатып алады. Джон мен Денис үнемі ауруханаға барып, Майкты көңілді ұстауға тырысады. Өйткені жүрегіне артық салмақ түсіргісі келмейді. Алайда ауруханада болу қиын. Кейде басқа бөлмелерде науқастардың көз жұмғанын көреді. Бір күні Джимми Джонға өз оқиғасын жаңалықтарға шығаруды ұсынады. Джон телестудияға барып, репортермен сөйлеседі. Ол бұл жағдайға қызығушылық танытады, бірақ алдымен басшылықтан рұқсат алу керегін айтады. Уақыт өткен сайын Джон маңызды заттарын, өз көлігін, тіпті неке жүзігін де сатуға мәжбүр болады. Бірақ бұл да жеткіліксіз еді. Бір таңертең Денис ауруханадан қоңырау шалып, Джон қалдырған азнаулақ ақшаға қарамастан, Тернер Майкты бөлімнен шығармақ болып жатқанын хабарлайды. Денис күйеуіне айқайлап, бір нәрсе істеуін талап етеді. Барлық мүмкіндікті ой елегінен өткізген Джон ауруханаға барып, Тернермен оңаша сөйлеседі. Олар бірнеше минут бойы дауласады, бірақ Тернер әлі де көмектесуден бас тартады. Кенет Джон Тернерді басқа бөлмеге итеріп кіргізіп, тапаншасын шығарады да дәрігерді қабырғаға лақтырады. Енді жақсы сөйлесудің білетінін айтып, жағдайды өз қолына алады. Тернер амалсыздан келісуге мәжбүр болады. Джон есікті шынжырлап, дәрігерді бірге жүруге мәжбүрлейді. Күзетші Максты көргенде, Джон оғанда тапаншасын кезейді. Макстың қаруы жоқ болғандықтан ол шегінеді. Джон тағы бір есікті шынжырлап жауып, негізгі залға өтеді. Оны қарумен көрген жұрт дүркірей қашып, Джон бәрінің кетіп қалмау үшін есікті жауып үлгереді. Кейбір кепілге алынғандар шұғыл көмекке мұқтаж науқастар еді. Сондықтан Джон дәрігерге оларды қарап шығуды бұйырады. Кейін ол бейнебақылау камерасын сындырып, Максқа барлық лифттерді тоқтатуды мәжбүр етеді. Бақылау бөлмесіндегі күзетші бұл жағдайды байқап полицияға хабар береді. Телефон шырылдағанда Джон тұтқаны алып, аурухана жөндеуге жабық екенін айтып, басқа жерге баруларын ескертеді. Күтпеген адамдар мен науқастар наразылық танытып, ем-дом сұрайды, ал бір сәби тоқтамай жылай береді. Джон оларды қалай тыныштандырарын білмей қиналады. Дәл сол сәтте жедел жәрдем ауыр халдегі оқ тиген науқаста келеді. Джон фельдшерлерге тапаншасын бағыттап, оларды кетуге мәжбүрлейді де жаралыны ішке кіргізеді. Дәрігерлер оны операция бөлмесіне алып барады. Бірақ Тернер қарсылық білдіріп, өзінің жүрек хирургы екенін, жедел жарақатпен айналыспайтынын айтады. Джон оның өліп бара жатқан адамға көмектескісі келмегеніне сенбей, бәрібір операция жасауға мәжбүр етеді. Кенет Джон сиреналарды естиді. Ғимаратты бірнеше полиция көлігі қоршап алған екен. Лейтенант Фрэнк адамдарын орын-орнына қойып, сенбі болғандықтан Ребекканың ауруханада жоқтығына қапаланады. Жедел жәрдем бөлімінде дәрігерлер жүкті әйелді қарап шығады. Макстың рациясына Фрэнктен хабар түседі. Ол Джонмен сөйлескісі келеді. Джон рацияны алған сәтте Фрэнк жылы сөйлеп, келісімге келуге тырысады. Джон оның эмоцияға қысым жасап, алдап көндірмек болып тұрғанын сезеді. Ол полициядан Ребекканы тауып, Майктың есімін донорлық тізімге қосуды талап етеді. Фрэнк уәде бергенімен, Джон оған сенбей байланысын үзіп тастайды. Кейін Джон кепілдегі адамдармен әңгімелесіп, ішіндегі баласының дүниеге келуін күтіп отырған ер адамға жанашырлық білдіреді. Тағы бір жігіт, Мич, өзінің қызымен көлік апатына түскенін айтады, бірақ әңгімесі сенімсіз естіледі. Лестер Мич қызын ұрған деп тұжырымдайды, ал Мич мас болғанын айтып ақталуға тырысады. Сол кезде Тернер жаралы адамды сәтті ота жасап құтқарғанын хабарлайды. Джонның көзі басқа жақта болғанда, Мич Максты ештеңе істемеген үшін сөгіп, жасырын түрде скальпелмен спрейді алып алады. Майктың бөлмесінде Денис дәрігердің баласына көптеген дәрі-дәрмек салып жатқанын көреді. Бұл бала үшін ауыр, бірақ оның өмірін сәл ұзартады. Майк ауырсынғанын айтып шағымданғанда, дәрігер оны ойыншықпен алаңдатады. Көрші бөлмеде бір әйел баласының қайтыс болғанын біліп, есінен танып жылайды. Аурухананың сыртына адамдар көп жиналып, полицияны сұрақтың астына алып, журналистер жағдайды түсіру үшін жарысады. Басшы Газ келіп, істі тезірек шешпегені үшін Фрэнкпен сөзге келеді. Газға мэр қоңырау шалып, онымен кездесуін талап етеді. Жедел жәрдем бөлімінде Джон кепілдегілерге автоматтардан тамақ алуға рұқсат береді. Ол Майктың ауруы неге ертерек анықталмағанын ойлап қиналады. Өйткені бала туғаннан бері жыл сайын тексеруден өтіп тұрған. Бір дәрігер сақтандыру компаниялары шығынды азайту үшін дәрігерлерге қосымша тексерістер жасамауға пара беретінін айтады. Тернер білмегенсіп жалтырмақ болады. Бірақ басқа дәрігер заң бойынша тек науқасты тұрақтандыруға ғана міндеттіміз деп түсіндіреді.
қалғаны міндетті емес. Сондықтан қызметкерлер жауапкершіліктен құтылады. Науқастар жүйеге наразы болып, Тернерге айқайлайды. Джон қоңырау шалмақ болғанда, барлық байланыс желілері полиция бақылауында екенін, қандай нөмір терсе де, тұтқаны әрдайым Фрэнк көтеретінін байқайды. Фрэнк Майктың аты тізімге енгізіліп жатқанын айтып ант береді. Бірақ сенім белгісі ретінде Джоннан бірнеше кепілді босатуды сұрайды. Осы кезде Ребекка келіп, Майктың жағдайын түсіндіреді. Ал дәрігер жүкті әйелді басқа жерге көшіру керек екенін айтады. Мұны естіген Джон кейбір кепілді босатуға келіседі. Бірақ нәтижені 1 сағат ішінде көрмесе, адамдарды ата бастайтынын ескертеді. Содан кейін Джон жүкті әйел мен сәбиі бар ананы шығаратынын хабарлайды. Мич әдейі бір науқасты балағаттап шу шығарады. Джон оларды тыныштандыру үшін жақындағанда, Мич көзге арналған спрейді Джонның бетіне шашып, иығына скальпельмен салып жібереді. Джон басымен 2 рет соғып, екеуі тапаншаға таласады. Қару жерге түсіп кетеді. Мич Джулиге қаруды алып, Джонды атып тастауды бұйырады. Бірақ Джули спрейді алып, оны Мичтің көзіне шашып, бірнеше рет тепкілейді. Ол жылап тұрып, Мичтің өзін қалай ұрып соққанын айтып ашуланады. Тіпті шап аймағына тепкен соң, өзін енді Барби болмайтынын айтып, паригін жұлып тастайды. Барлығы Джулидің батылдығын қошеметтейді. Ал Джон тапаншаны алып, Макстан кісен сұрап алады. Мичті батареяға кісендеп тастағаннан кейін, Джон сәбиі бар ана мен жүкті әйелді күйеуімен бірге шығарады. Бөлмедегілер қуанады. Ал Джонға бұрын репортаж жасаған тілші оқиғаны тікелей эфирде хабарлап, Майктың жағдайында айтады. Босатылған кепілдер де журналистерге Джонның оларға жақсы қарағанын жеткізеді. Осы кезде жаңалықтар тобы полицияның ауруханаға камераларына кіре алатынын байқайды. Сыртқа шыққанда Фрэнк Ребекканы керемет актерлігімен құттықтайды. Теледидарда Джимми сұхбат беріп, елдегі мыңдаған адамның осындай қиын жағдайға тап болып жатқанын айтып, жүйенің Джонды бұрышқа тірегенін түсіндіреді. Осы уақытта тау маңындағы апатқа ұшыраған әйелдің мәйітін тапқан құтқарушылар оның донор екенін анықтайды. Ауруханада офицер Фрэнкке бір жігітті желдеткіш құбыр арқылы кіргізіп, Джонға дәл көздеу жоспары барын хабарлайды. Фрэнк газға жүгіріп барып, мұны өзінен жасырған үшін айғайлайды. Бірақ газ, керісінше, Джон көп ұзамай адамдарды өлтіре бастайды деп айқайлайды. Алайда газдың аузынан сайлау жылы деген сөз шығып кетіп, Фрэнк оның бар мақсаты мэр алдында жақсы көріну екенін түсінеді. Ұятқа қалған газ істен шеттетіледі. Қауіпсіздік бастығы кондиционерді сөндіріп, снайперді ауа құбыры арқылы ішке кіргізеді. Сол сәтте қабылдау бөліміне телефон соғылады. Джон тұтқаны көтергенде, Дениздің дауысын естіп таң қалады. Дениз Ребекканың Майкты тізімге қостырғанын, бірақ баланың жағдайы ауыр екенін айтады. Сырттағы жаңалықтар көлігі полицияның жүйесін бұзып, сөйлесуді теледидар арқылы тікелей эфирге шығарады. Көп ұзамай хакер қауіпсіздік камераларының да бейнесін қосып үлгереді. Енді бүкіл ел Дениздің телефонды Майкке беріп, әлсіз дауыспен әкесімен сөйлесуін көріп отыр. Мұны көрген Ребекка алғаш рет шын өкінгендей жылап жібереді. Джон алаң болып тұрғанда, снайпер төбеден шығып, ыңғайлы сәтті күтіп тұрады. Осы кезде Лестер Джонның теледидарда көрсетіліп жатқанын байқап, оған ескертеді. Джон арттағы жарықты көрсе де үлгермей иығынан оқ тиеді. Кенет снайпер тұрған төбе тақтайы сынып, ол құлап түседі. Джон жүгіріп барып, оны ұстап алып ұрып жығады. Бұны камерадан көрген Фрэнк газды мазақтап, мэр тағы қоңырау шалғанда газ ұятқа қалады. Дәрігерлер Джонның жарасын таңып жатқанда, полиция хакерді тауып, тікелей эфирді тоқтатады. Далада жиналған халық әр терезеден көрінген сайын Джонға қол шапалақтап, оны қолдап тұр. Осы кезде тікұшақ апатқа ұшыраған әйелдің денесін алып кетеді. Ал Ребекка біреулерге қоңырау шалып жүреді. Джон Фрэнкпен сөйлесуді талап етеді. Газдың басқа амалы қалмай, оны есікке жібереді. Джон снайперді іш киіммен ғана байлап әкеліп, полицияның өтірігін әшекерлейді де Майкты көруді талап етеді. Егер Майкты әкелсе, снайперді босататынын айтады. Сырттағы халық Джонды қолдап ұрандатқандықтан, Газ бен Фрэнк әлеуметтік қысымға шыдамай баланы әкелуге келіседі. Полиция Денизді ұстап тұрып, баланы жансақтау бөлімінен жедел жәрдем аймағына әкеледі. Стретчтер кірісімен Джон снайперді босатады. Тексерістен кейін Тернер Майктың жүрек соғысы тым баяу екенін, бірнеше сағат ішінде жаңа жүрек табылмаса, оның өлетінін айтады. Джон өз жүрегін беруге дайын екенін білдіреді. Бірақ Тернер ондаған сынақсыз операция жасау қауіпті екенін айтып, бас тартады. Кейбір кепілдегілер Джонның ерлігін қолдаса, басқалары Майк әкесінің жүрегін қабылдағысы келмейтінін, Джонның мұны доғару керегін айтады. Джон тапаншасын дайындағанда, Тернер жүректі рәсуа етпеуге болмайтынын түсініп, операция жасауға келіседі.
Басқа ауруханада апатқа ұшыраған әйелдің ағзалары дайындалып, оның қаны Б позитив екенін растайды. Көп ұзамай Ребекка донор табылғаны жайлы факс алып, Денизді іздеп жүгіріп кетеді. Джон өсиетін жазып бітіріп, екі куәгердің қолы қажет екенін айтады. Митч пен Лестер өз-өзін өлтіруге қолдау көрсеткісі келмей бас тартады. Джон қол қойса, бостандыққа тезірек шығатынын айтқанда, Макс пен Джули көмектеседі. Дәрігерлер Майкты отаға дайындайды. Ал Джон көз жасын тыя алмай, ұлына әрдайым мейірімді, жақсы адам болуын ескертіп қоштасады. Кейін ол тапаншасын шығарып, қалтасынан оқ алып көрсетеді. Қаруы бүкіл уақыт бойы бос болған. Ол ешкімге зиян келтіруді ойламаған. Джон атуға дайындалғанда, сақтандырғыш қосулы болып, әрекеті іске аспайды. Ол қайтадан әрекеттенбек болғанда, кенет рациядан Дениздің дауысы шығып, Джон оны өшіріп тастайды. Үмітсіз Дениз есікке жүгіріп айғайлайды. Бірнеше минуттан кейін тікұшақ жүректі жеткізіп, 4 кепіл босатылады. Артынан Джон да шығып, бірден қамауға алынады. Газ тұтқынды көлікке отырғызып әкеткенде, Фрэнк оның шын мәнінде Джон емес, Джонның киімін киген Лестер екенін байқап, күліп жіберіп кете береді. Іште Джон мен Дениз операцияның сәтті өтуін күтіп отырады. Трансплантация сәтті аяқталған соң ғана Фрэнк Джонды тұтқындайды. Келесі бірнеше күн бойы бүкіл елдегі телеарналар мен радиолар бұл оқиғаны талқылап, мұндай жағдай жүйенің өзі кінәлі екенін айтады. 3 айдан кейін ұзаққа созылған сот процесі аяқталып, қазылар алқасы Джонды 3 айыптың 2-і бойынша ғана кінәлі деп таниды. Үкім 3-5 жыл болуы мүмкін, бірақ жақсы мінез құлық көрсетсе, 2 жылда босап шығуы ықтимал. Джон Денизді құшақтап, Майкқа отбасына қамқор болуын тапсырады. Майк қош бол дегенде, Джон кейін кездесеміз деп жауап береді. Сот залынан шығып бара жатқанда, Лестер Джонға оның нағыз қаһарман екенін айтады. Ал Майк әкесіне істеген ерлігі үшін алғыс білдіреді. Фильм осымен аяқталды.